шекарадан бөліп тастағасын қазіргі таңда бұл бір кірме ауыл сияқты болып қалады. Облыстық бюджеттен бөлінген қаражат Айыртау ауданына келгенменен Әлжан ауылына жетпейтін көрінеді. Іргесіндегі Зария деген ауылға да барып аралап келдік. Ол ауылдан жай-күйі бізбен сіз ойлағандай жаман емес, өйткені онда түрлі ұлт өкілдері тұрады. Олар бірден мәселе көтерсе жоғары жаққа бірден жетеді. Ал енді бұйығып жатқан қазақ ауылының жайы сіз бәріміздің жүрегімізді ауыртып, бүйрегімізге ине болып қадалды. Құрметті ағайындар, мынау солтүстік Қазақстан облысының атқамінерлері бұл мәселені біз аяқ асты қалдырмаймыз. Алдағы уақытта тағы да бір қолымыз тисе барып, көзбен көріп, көңілге түйіп келеміз. Bir қызығы, бұл ауыл, Әлжан ауылының кісілері сұхбат беруден бас тартты. Себебі біз қорқамыз, біз жүрексінеміз, жұмыстан шығып қаламыз, сөз бостандығы деген жоқ. Қазір бастыққа звондайды, осы салада жұмыс істеп жатырмыз, жем-шөбімізден айып тастайды дейді. 21 ғасырдағы ашық диалогтағы, яғни президенттің бағдарламасында айтылған ашық диалог, яғни әкімдік саласындағы елге қызмет атқарып отырған азаматтар қараша халықпен етене араласып, ортақ диалогта болыңдар, ашық форматта болсын деді. Бірақ бұл мәселе солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданына әлі жетпеген сияқты. Жолы, суы, жері барлығы тоқырап кеткен. 25 жылдан бері осы фирмаға біз бергенбіз, иелік еттіп, бірақ ауылымызды гүлдендірген жоқ, көркейткен жоқ, қайта көтерең тастады дейді ауылдың белсенді азаматтары. Біз ауылдан сұхбат беретін адам таба алмағандықтан жай сөйлесіп көрдік. Біреу айтады, мен жалғыз өзім шықпаймын дейді. Енді біреулері сұхбат беруден бас тартты. Ақыры Көкшетау қаласына келіп, осы Әлжан ауылында тұрған Жанат есімді азаматпен сөйлестік. Ол кісі сол жердің тұрғылықты адамы болған, көшіп кеткен. Сол кісінің сұхбатын алдағы уақытта береміз. Әлжан ауылының тағдыры өте күрделі. Енді біздің президенттің тапсырмасы бойынша жерді игере алмаған адам, яғни халқына, ауылына пайдасы тимеген адамнан жерді алып, қолынан іс келетін инвесторларға беру керек деген сөзі бар. Демек, ауылда жарылқайылмай отқан жаңағы аталмыш фирма бұл жерді алып, халықты әлеуметтік жағын көтеретін фирмаға берген абзал деп ойлаймыз. Себебі қазіргі таңда бұл фирма туралы жан-жақты ақпараттар кетіп жатыр, зерттеліп жатыр. Президент аппаратына да хаттар барып жатыр. Бұл оңайлықпен шешілетін мәселе емес. Ауылда қазіргі таңда 120 үйден бар жоғы 40 үй қалған, медпункт жоқ, көрші ауылдан келеді екен. Ауылдың белсенді азаматтары жиналып, ауылдың мешітін жөндеп жатыр, асханасын салып жатыр. Бұларға да рахмет. Енді мәселе осы жер мәселесі. Бүгінгі таңда жер мәселесі күн тәртібінде республика бойынша тұр. Жауапкершілігі жоқ фирмалардан болашақта жерді алатын уақыт келіп жетті. Бір ғана адам баю керек, қалған адам қараша халық күйбеңдеп, күйзеліске түсіп жүру керек. Бұл біздің басты тақырып болады, ардақты ағайындар.